Захида ханым, мен бұрында ешқашан трейдингпен, инвестициямен айналысып көрмеппін. Трейдинг пен инвестицияны бастау үшін маған не істеу керек? Трейдинг инвестицияны бастау үшін бірінші қаржылық сауаттылық керек. Егер сен қаржылық сауаттылықты білмей трейдинг инвестиция бастайтын болсаң, онда ақша көп жоғалтасың. Қаржылық сауаттылық дегенде, мысалы, адамдар көбісі ойлайды, қойшы қаржылық сауаттылық керек емес деп. Негізі трейдинг инвестиция бастайтын адамдар бірінші қаржылық сауаттылық. Ол кәдімгі, мысалы, үй салған кезде фундаментті қалай мықты құрсаң, үй солай жақсы тұрады, правильно? Вот тура солай қаржылық сауаттылық сенде мықты болса, ақшаны басқарып үйренсең, сен трейдингтен тапқан ақшаңды жақсы басқарып инвестицияға қалай направлять етуді білесің. Егер сенде қаржылық сауаттылық болмай, бірінші трейдингті бастап, сосын инвестиция жасайтын болсаң, сен ол жерде ақшаны басқара алмайсың ешқашан. Трейдингтен тапқан ақшаңды жоғалтасың. Трейдингтен табасында, мен көп ақша тауып жатырмын деп, ақшаны оңға солға шашып бастайсың.